Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Сәлем жолдап қояйық, қымбатты біздің сайысқа қатысушылар. Таңшолпан бағдарламасы Қазақстан ұлттық телеарнасы тікелей эфирде, және біз дәл қазір Нұржол бульварындамыз. Алдымызда Ақорда, артымызда Бәйтерек. Шегінетін жол жоқ дейсің ғой, біз тек алға ұмтыламыз. Дәл ортада біз балмұздақ сайысы деп жаңа алдыңғы сағаттарда айтып кеткен болатынбыз. Сол балмұздақ жеу сайысын қазір бірнеше секундтардан кейін бастаймыз. Мен бастап кеттім өзім. Жақсы, ас болсын. Қымбатты телекөрермендер, балмұздақ жеуден сайысқа қатысушы біздің батырларымыз дайын. Біз дайынбыз, камералардың барлық қосылы, көрермендер. Мұнда Астана қаласының тұрғындары барлығы бірдей сәлем жолдап қояйық. Міне, мұнда Астана қаласының тұрғындары, қонақтары барлығы сәлем жолдап жатыр. Ерекше алғыс білдіреміз. Міне, бізге қолдау білдіріп келіп отырған көрермендерге көп рахмет. Және енді бізге осындай мүмкіндік беріп отырған бүгін Көкшетау Гормол зауытының коммерциялық директоры Дәурет Жанатұлын ортаға алдырымыз келіп отыр. Елордалықтар ерекше жақсы көретін, жалпы қазақстандықтар жақсы көретін. Ортамызға келіңіз, балмұздақтардың демеушісі бүгінгі сайыскерлерімізді осындай керемет балмұздақпен қамтамасыз етіп отырған сіздерге мың алғыс. Дәке, енді маңдай сайысқа жігіттердің барлығына, қызметкерлердің барлығына балмұздақ таратып жібере салу деген бұл бір мәрттік қой, жомарттық қой. Бүгін жомарт күн шынымен де. Әрине, енді биыл елордамыздың 20 жылдығы, Астана қаламыздың 20 жылдығы, Астана қонақтарын, Астана қаласының тұрғындарын, барлық қазақ елін біздің елордамыздың 20 жылдығымен шын жүрекпен компаниямыздың атымыздан Гормол завод компаниясы атынан құттықтаймыз. Рахмет сіздерге. Рахмет, біз ерекше рахмет білдіреміз, және біздің арнайы Таңшолпан бағдарламасы Қазақстан ұлттық телеарнасының атынан арнайы өздеріңізге жариялаған алғыс хатымыз бар. Астананың 20 жылдығына орай Қазақстан ұлттық телеарнасы Таңшолпан ақпаратты сазы бағдарламасы ұйымдастырған балмұздақ бәсекесі байқауына қолдау көрсеткен Бурабай Фуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жұманов Ерлан Кәкімұлына алғыс білдіреміз. Міне, Дәке, рахмет. Және біздің әріптестеріміз қосылып жатыр. Тікелей эфирден келген, студиядан жүгірген Данияр Есен, Баян, Айгерім. Қуаныштымыз. Мереке құтты болсын, мереке құтты болсын. Дәке, келіңіз, ортаға тұрайық. Қош келдіңіздер. Қымбатты көрермен, енді уақытты созбай бүгінгі балмұздақ жеу сайысының басты ережесіне де тоқталып өтсек, мына тұрған жігіттер 2 минуттың ішінде ұсынылған балмұздақты жеп біту керек. Сонымен, қымбатты телекөрермендер, сонымен жүргізушілер ортаны ашсақ, екке бөлінейік. Назерке, сіз мұнда өтіп кетіңіз. Назерке өтіп кетіңіз. Гүлнұр, Назерке қарай, Баян барды ғой да? Арғы бетіне қарай өтіп кетейік. Біз мына бұрыштан қадағалаймыз. Сіздерге таныстырып өтейік. Бүгін бізде 15 жастан 22 жасқа дейінгі Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары, жас батырларымыз келіп отыр. Әр қайсының алдына шамамен 8 балмұздақтан қойылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 балмұздақтан қойылған. Бізге берілетін уақыт 2 минут. 2 минуттың ішінде кім жылдам тауысып жеп бітеді? Міне, қазылар алқасы Баян Бақ келді, Назерке Нұртас, Гүлнұр Оразымбетова, Айгерім Есенәлі, Данияр Есен. Бақылап тұрасыздар, тастап жіберуге болмайды. Сіздер мынау үстелді бақылайсыздар, лақтырып жіберуге болмайды, жұтуға болмайды. Әрине, жұтуға болады. Тұғуға болмайды дейсің ғой. Және бір маңызды дүниені айтып өтейікші, қымбатты көрермен, бізде бәрі шынайы, мен өзім қадағаладым келіп, әр бір осындай енді қалай дейміз, вафлидің ішінде 100 грамм балмұздақтан барлығында бірдей. Сондықтан бәрі шынайы, Сонымен уақытымен алайын, жігіттер дайын болса, тек ауырып қалмасын деген біздің тілегіміз бар. Міне, секундомер менің қолымда, уақыт, қымбатты телекөрермендер. Және біз ерте бітірген жігіттерді тіркеп тұрыңыздар, мүмкін 2 минутқа жетпей ерте аяқтап қою әбден мүмкін. Алғашқы 3 жеңімпазды анықтаймыз. 3 орын бар. Сонымен, дайынсыздар ба? Данияр, Гүлнұр, Айгерім. Сонымен, 10-нан бастайық, барлығымыз бірге. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кеттік! Алға, оң жағалау, алға, оң жағалау, алға. Біздің команда, мен екі командаға да жанкүйермін, балмұздақ жеу. Жоқ, көмектес жерейін ба, Баян? Жігіттер, сәттілік, жігіттерге көмектес жүрсен. Бізді санаймын. Алға. Қалай екен, балмұздақ дәмді ме екен? Жаныма келіңіз. Қымбатты телекөрермендер. Балаймын.
Сені сүйемін, мен сені қалаймын. Астана туған күні мерекесі құтты болсын. құтты Туған болсын. күнге орай осындай Таңшолпан бағдарламасы кереметтей сыйлық жасап жатыр, яғни біздің Қалай жетістіктеріңіз, жігіттер? Әзірше біреу. екеу. Бізде де әзірше біреу. 51 секунд уақыт өтті. Бізде біреу аяқтап қалды. Біздің бір қатысушымыз Алақа екінші балмұздаққа өтті. Сәттілік. Біз жеңеміз. Тамағың ауырмасын ең бастысы, байқала. On üç, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27. Deniz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Уақыт болды. Сонымен Назерке Нұртас, бізде қазылар алқасының мүшесі, не айтасыз? Менің жанымдағы жігіт, есіміңіз? Көріп тұрсыз, техникалық мүмкіндіктер? Нұрсұлтан. Бүгін жеңуге міндеттісіз. Бізде 4 балмұздақ қалды. 6-ын жеп қойды. 6-ы Жоқ, 4-ін жеді. 4-і жеді. Я жансыр шатастырма мені. Арға жалғастырамыз, Баян. Келесі. Әбдіжәлел 4-ін жеді. Меніңше чемпион. Әбдіжәлел 4-ін жеді. Тең жеді. Екеуі де бірдей 4-і жеп тұр ғой. Жоқ. Мен көмектестім ғой, сол үшін. Түсінікті. Арға екінші үстелден бізде қазылар алқасы Гүлнұр Оразымбетова, Айгерім Есенәлі және Данияр Есен. Есіміңіз? Абырой. Абырой? Абырой! Абырой болғанда абырой жеңіске жетті дейсіз ғой. Сонымен біз абыройды марапаттайық. Ал марапаттау үшін біз сыйлықтарды ортаға алдырайық. Қымбатты телекөрермендер, Таңшолпан бағдарламасы ұйымдастырған кереметтей балмұздақтар байқауында міне Астана қаласының жүлделі 3 орын. Біріншісі орын бас жүлде абыройдікі. Екінші орын Нұрсұлтан. Үшінші орынды анықтайық. Әбдіжәлелде үшінші орын. Нұрсұлтан Әбдіжәлел болсында болады. Үшінші орыннан бастайық. Үшінші орын Әбдіжәлел. Міне Астана қаласының 20 жылдығына орай Қазақстан ұлттық телеарнасы Таңшолпан бағдарламасы ұйымдастырған балмұздақ бәсекесі байқауында жүлделі 3-ші орынды иеленген Әбдіжәлел бауырымызды біз құттықтаймыз. Және міне арнайы осындай кереметтей балмұздақ 10 келі өзіңізге. Ең дәмді балмұздақ. Көкшетау Гормол заводы. Жүлделі екінші орын. Дәл осындай Таңшолпан бағдарламасы ұйымдастырған балмұздақ бәсекесі байқауында жеңімпаз болған Нұрсұлтан бауырымызды құттықтаймыз. Нұрсұлтан құтты болсын. Және Нұрсұлтан балмұздақ. Және әкелі ғой, балмұздақ. Тамағың ауырмасын енді. Үйге барып ата-анаңмен, туыстарыңмен жейсің. Жарайды ғой. Сонымен бас жүлде! Балмұздақ бәсекесінде жеңімпаз болған абырой! Қымбатты телекөрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Міне абырой, енді Астана қаласы 20 жылдығымен 1-2 ауыз сөз құттықтау өтсең. Бүгін енді барлығымыз үшін мереке. Еліміздің ордасы Астана қаласымызға 20 жыл толып отыр. Таңдай қақтаратын көрсеткіш, әсем де сұлу қаламыз. Осы жерде өтіп баратып сайыстарыңызға қатыстық, енді жеңеміз деген ой болған жоқ. Жеңімпаз бізде абырой. Қымбатты телекөрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Жүргізушілер ортаға жақындайық. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бүгінгі мерекелік эфирімізді осында керемет сайыспен тамамдаймыз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Астана! Құтты болсын мереке. Туған күнің құтты болсын!